жасуша мембранасына әртүрлі факторлардың әсері. Бүгінгі зертханалық жұмыста барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстың мақсаты қызылша мембранасының өткізгіштігіне, құрылымына, температураның және pH-тың әсерін зерттеу мақсаты. Түсінікті ғой, иә? Енді бізде бүгін екінші бөлім болжам, контекст бізде беріліп тұр. Оқып шай. Мембрананың зақымдануы жасуша мембранасы нәруызының коагуляциясынан пайда болуы мүмкін. Мысалы, қышқылдар мен сүткілердің электр тогының жоғары температураның әсерінен коагуляциялануы мүмкін. Енді коагуляция деген сөзді білеміз ғой, иә? Қандай мағына береді? Ұю деген мағынаны білдіреді. Құюлану, ұю деген мағынаны білдіреді. Осы жаңа сіздерге тақырыбы анық, мақсат айтылды, жаңа контекст берілді. Енді осы бойынша болжам айта қойып бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша болжам айта қойып. Кім қандай болжам айтады? Айсана, Дауыр. Жалпы біздегі болжам бойынша, егер біз қызылша тамыр жемісін салқын мұздай суға салатын болса, онда ол өзінің пигменті антоцианды сақтайды және оның мембранасы бұзылмайды. Ал егер біз жаңағы қызылша тамыр жемісін қайнап тұрған суға салатын болса, онда жасуша мембранасы бұзылып, кейін антоциан пигменті ағып кетеді. Қандай фактордың әсерінен болып тұр? Сонда бұл температура. Антоциан пигменті сонда қызылшаға қандай түс береді? Қызыл түс береді. Тағы болжам айтатындар бар ма? Айта ғой, Балетбек. Біздің болжамымыз бойынша, егер қызылшаны мұздай суға салса, су түсі өзгермейді. Ал егер ысы қайнаған суға салса, ол қанық түске боялады. Не себептен ойлайсыздар? Температураның әсерінен. Температураның жоғары температурасында жасуша мембранасына әсер етеді ойлайсыздар. Енді біздерде білесіздер, жаңағы зертханалық жұмыста айнымалылар болады, тәуелді айнымалылар, тәуелсіз айнымалылар және бақыланатын айнымалылар. Енді осында біздер анықтап алайық. Жаңа болжамды жазыңыздар ғой. Жазып отырамыз негізге. Сіздерге алдарыңызға жұмыс парағы берілді. Сол жұмыс парағына болжам барлығын жазып отырайық. Жасауға қойып, содан кейін айнымалыларға тоқталамыз. Енді айнымалыларға тоқталайық. Бірінші бізде тәуелді айнымалы. Кім айтады тәуелді айнымалы? Амин айтады. Тәуелді айнымалы, тәуелсіз айнымалы арқылы өзгеретін айнымалы. Сонда біз тәуелді айнымалы арқылы пигменттің суда таралуын. Қайтып айтамыз? Тәуелді айнымалы, тәуелсіз айнымалы арқылы өзгеретін айнымалы. Сонда біз тәуелді айнымалы пигменттің суда таралуы. Пигменттің суда таралуы. Жақсы. Келесі тәуелсіз айнымалы? Асел. Тәуелсіз айнымалылар бұл экспериментте өзгеретін факторлар болып табылады. Бұған pH көрсеткіші және температураны жатқызуға болады. Тәуелсіз айнымалылар. Бақыланатын айнымалыларды таба қойайық. Айта ғой. Бақыланатын айнымалылар дегеніміз эксперимент нәтижесіне өзгеруіне әкеліп соғатын факторлар. Түстің өзгеруі. Дұрыс айтасыз, түстің өзгеруі. Енді бүгінгі бізге қажетті құрал-жабдықтарға тоқталайық. Сынауықтар сіздердің алдарыңызда бар. Құрғылар, су мұншасы, кесек табақшасы, пинцет, лоток, стакан, медициналық қолғап, қызылша 2 дана бізге, салқын су, бөлме температурасындағы су, ыссы су және қайнаған су. Көп температурада суге қажет. Әкеліңіздер.
осы қызылшаның бөліктерін бірдей бөлікке бөліп алуымыз керек. Ол үшін біздер мынандай шприц тығынын пайдаланамыз. Яғни шприц тығынын арқылы бөліктерді каждый 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 бөлікке бөліп алайық. Жаңа беттік ауданы, сосын жаңағы несі, салмағы бәрі бірдей болу керек. Біз толық жұмыстың нәтижесін көру үшін жаңа алып отырған қызылшамыздың салмағы, беттік ауданы барлығы бірдей болу керек. Біздер қазір пышақпен кесетін болсақ, оны бірдей ете алмауымыз мүмкін, иә? Таразыға өлшеп аламыз. Алдаймызда тығын бар ғой, шприц тығыны, сонымен кесіп, ойып кесіп аламыз. Ал 4 пробелкаға орналастырамыз. Бірінші тұрған 4 пробелкаға орналастырайық. Болған төртеуіне орналастырдық па? Енді пипеткемен 3 миллиграмм дистиллинген судан құямыз. Мына недегіден құямыз, кішкентайдағы емес, үлкенде 30-тағы судан құямыз. 3 миллиграммнан құямыз. Жаңағы қызылшаның үстіне 3 миллиграмм су құямыз. Көртеуіне де қойыңыздар, көртеуіне де бірдей құя қойыңыздар. 3 миллиграммнан. pH'тың әсерін анықтау үшін біздер тағы да оған бөлек екі бірдей қызылша бөлігін алып алу керекпіз. Тағы да екі бірдей қызылша бөлігін мына pH А, pH О деген пробелканы оған орналастырамыз екеуі. О деген екі пробелкаға орналастыра қоясыз. Орналастырдық қой, 3 мл су құямыз тағы да. 3 мл су құя қояйық. 3 мл су құямыз. Бүйтіп па? Су емес сол біріншісіне Аға 3 мл спирт құямыз, В-ға 3 мл жуғыш зат құямыз. Абай маркер жоқ па? Бүйтіп қалды ма? Болдыңыздар ма? Келе ғой. Мына жерге түс көрсеткіштерін жазамыз. Орналастыра аламыз.
жалпы бірінші тәжірибе бойынша бізде температура жоғарылаған сайын осы ненің қызылшаның түсі қанығырақ болғанын байқауға болады. Жаңағы судың, яғни бұда антоциан пигментінің сыртқа ағып, температура өткен сайын мембрананың бұзылғанын байқауға болады. Біз графикке белгіледік. Мысалы 9 градуста, яғни салқын суда біздің түс көрсеткіш 0,8-ді көрсетсе, 26 градуста 0,27, 53 градуста 0,44, 71 градуста 0,54 түс көрсеткішін көрсетіп тұр. Рахмет. Оқушы оқиғанымыз мақсаты айтып оралайын мақсаты. мақсаты қызылша мембранасының өткізгіштігіне, құрылымына, температураның және pH-тың әсерін зерттеу. Ал бүгін зерттедік па температураны? Анықтадық па? Қалай әсер ететінін білдік па? pH-тың да жаңағы қызылша мембранасына қалай әсер ететінін анықтадық. Барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі канал жұмысқа кішкене араластыңыздар. Кішкене жаңа бізде калориметрдің біреу болуына байланысты сол жерде кішкене уақытты біздер үнемдей алмай қалдық, иә? Сіздердің жаңа нәтижелеріңіз